Достар, сәлем. Бүгін сіздермен тауықтың филесін қуырып, өте дәмді тамақ жасайтын боламыз. Ең алдымен тауықты осылайынан турап аламыз. Үстіне тұз, қызыл бұрыш, қара бұрыш қосып, жақсылап отырып араластырамыз. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай, осылай бірінші ұнға аунатамыз, сосын жұмыртқаға аунатамыз, сосын панировочный сухариге аунатамыз. Дәл осылай барлығын аунатып дайындап аламыз, тарелкамызға салып. Достар, біздің каналға подписаться кнопкасын басып, қоңырауша белгіні басып, астына комментарий жазыңыздар, видеоға лайк қойыңыздар, және осы видеоның ссылкасымен достарыңызбен бөлісуге болады. Барлық WhatsApp чаттарға таратыңыздар. Міне мен барлығын дайындап алдым. Енді қызып тұрған майға жақсылап отырып осы филелерімді қуыратын боламын. Екі жағы қызыл әдемі түс болғанша қуырамыз. Міне осылай болып шықты. Жақсылап майын сіңдіріп алып алдым. Міне менің тауықтың еттері уже қуырылып дайын болды. Енді біраз духовкаға қойып, осылайынан 15 минуттай пісіріп аламыз. Бетіне сырды қойып, өте дәмді болады. Енді біз пюре жасаймыз. Картошкамызды турап алып, үстіне су құйып, пісіріп аламыз. Сосын езіп, картошкадан пюре жасаймыз. Міне біздің тамағымыз дайын. Сізде осы рецепт бойынша жасап көріңіз. Жасағаннан кейін міндетті түрде астына комментарий жазыңыз. Сәттілік сізге.